Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермендер? Қайта қауыштық. Мен Гүлназ дәрігер. Бүгін біз жыныстық гигиена туралы сөйлесеміз. Көп әкке апа осы туралы ашық сөйлесуге ұялады. Қыздарына да айтпайды. Шынында бұл туралы білу әр әйелдің міндеті. Себебі дұрыс емес гигиена көп ауруға әкеледі. Көп әкке апа мен дұрыс жуынамын дейді, ал шынында дұрыс емес. Көп қателер жасайды. Біреулері тым көп жуынады, басқалары тым аз. Кейбіреулері дұрыс емес өнімдерді пайдаланады. Барлық осы қателер сау денсаулыққа жетпейді. Бүгін мен сіздерге барлығын ашық, түсінікті, қарапайым тілмен айтайын. Қандай гигиена дұрыс, қандай қателер жасамау керек, қандай өнімдерді таңдау керек, қандай белгілерге назар аудару керек. Бұл видео әр әйелдің тұрмыс кітабында болуы керек ақпарат. Жас қыздарыңызға да айтыңыздар. Анаңызға, әпкеңізге, келініңізге де жіберіңіздер. Сондықтан бүгінгі видеоны бастан аяқ көріңіздер. Әр бөлімді жан-жақты түсіндіремін. Соңында күнделікті гигиена жоспарын береміз. Алдымен бір нәрсе айтайын. Жыныстық гигиена туралы сөйлесу ұят емес. Бұл денсаулық. Денсаулық туралы сөйлесу әр адамның құқығы, әсіресе әйелдің. Себебі әйел денесі өзіндік ерекшеліктер бар. Ол ұқыпты қарауды талап етеді. Көп ана менің анам айтпаған, мен де ұялмаймын дейді. Бұл қате жол. Анаңыз білмеген болуы мүмкін. Уақыт басқа болатын. Қазір біз көп нәрсе білеміз. Ғалымдар көп зерттеу жасады. Көп ескі сенімдер қате болып шықты. Сондықтан жаңа білімді қыздарыңызға беру керек. Жыныстық гигиена не үшін маңызды? Бірнеше негізгі себеп бар. Біріншіден, инфекциялардан қорғану. Әйел жыныс мүшелері ерекше орта, жылы, ылғал. Бактериялар саңырау құлақтар үшін қолайлы. Дұрыс гигиена оларды бақылауда ұстайды. Дұрыс емес, инфекциялар пайда болады. Екіншіден, табиғи микрофлораны сақтау. Жыныс мүшелерінде пайдалы бактериялар бар. Олар жатырды, аналық бездерді инфекциядан қорғайды. Дұрыс емес гигиена пайдалы бактерияларды жояды. Жаман бактериялар көбейеді. Үшіншіден, иіс мәселелерін болдырмау. Көп әйел осыдан зардап шегеді, жасырын қинайды. Дұрыс гигиена иістерді тұрақтандырады. Төртіншіден, циститтен қорғану. Алдыңғы видеоларда айттым, цистит әр екінші әйелдің мәселесі. Дұрыс гигиена циститтің алдын алады. Бесіншіден, жыныстық қатынас сапасын жақсарту. Жұбайыңызбен қарым-қатынас тыныш болу үшін. Алтыншыдан, жалпы денсаулыққа әсері. Жыныс мүшелері инфекциясы жатырға, аналық бездерге, тіпті бедеулікке әкелуі мүмкін. Жетіншіден, өзіне сенімділік. Жыныстық гигиена дұрыс болса, әйел өзіне сенімді, қоғамда еркін, жұбайымен жақын. Көп әйел осыны түсінбейді. Жыныстық гигиенаны жай ғана жуыну деп ойлайды. Шынында бұл одан да көп. Бұл өмір салтының бөлігі. Енді жыныстық мүшелердің ерекшеліктерін айта кетейін, бірақ дұрыс түсіну үшін. Әйел жыныс мүшелері өзіндік микрофлорасы бар. Лактобактериялар деген пайдалы бактериялар көп. Олар қышқыл орта жасайды. Қышқыл ортада жаман бактериялар көбей алмайды. Бұл табиғи қорғаныс. Алла тағала әйел денесін солай жасап қойған. Біздің міндетіміз осы табиғи қорғанысты бұзбау, ұстау, қолдау. Көп әйел қателеседі, тым көп жуынады, тым күшті өнімдер қолданады, ішкі жуу жасайды. Барлық осы табиғи микрофлораны бұзады. Жаман бактериялар көбейеді. Сондықтан гигиенаның негізгі ережесі табиғилық, жұмсақ, артық емес. Енді мен сіздерге дұрыс жыныстық гигиенаның негізгі ережелерін айтамын. Бірінші ереже – күн сайын жуыну. Бұл негізгі ереже. Күніне 1 рет жеткілікті, етеккір кезінде 2 рет. Қалай дұрыс жуыну керек? Біріншіден, су температурасы жылы. Тым ыстық немесе тым салқын жоқ. Дене температурасына жақын. Екіншіден, су ағыны табиғи, алдынан артқа қарай. Бұл өте маңызды. Әрқашан алдынан артқа, артынан алдына жоқ. Үшіншіден, қолмен жуыну. Жуылғыш қажет емес, тек қол. Қол таза. Төртіншіден, тек сыртын жуу, ішке кірмеу. Жыныс мүшелерінің ішкі бөлігі өзі тазаланады. Сіздің жуу қажет емес. Бесіншіден, шамалы ғана сабын немесе арнайы интимдік гель. Бірақ тек сыртқы бөлікке. Қандай өнімдерді таңдау керек, кейін айтамын. Алтыншыдан, мұқият құрғату. Жұмсақ сүлгі, алдынан артқа қарай. Қатты сүрту жоқ, тек жайлап. Жетіншіден, су арасына кетпеу керек.
тек жыныс мүшелері аумағы. Қашан жуыну керек? Күн сайын, кешке, ұйқыдан бұрын. Жаз күйінде ұйықтау ыңғайлы. Етеккір кезінде кешке және таңертең. Жүкенді ауыстырғанда жуыну. Қатынастан бұрын және кейін. Спорттан, тершуден кейін, жүзгеннен кейін. Көп әйел қателеседі, тым жиі жуынады. Күніне 3-4 рет. Жыныс мүшелерінде құрғақтық пайда болады. Тітіркену, микрофлора бұзылады. Күн сайын 1-2 рет жеткілікті, артық емес. Екінші ереже, дұрыс өнімдерді таңдау. Бұл өте маңызды. Көп әйел қандай өнім сатып алуды білмейді. Қандай өнімдерді таңдау керек? Біріншіден, арнайы интимдік гельдер. Олар жыныс мүшелеріне арналған. Қышқылдығы дұрыс, жұмсақ. Екіншіден, парфюмерсіз, гипоаллергенді, жұмсақ жазылған. Үшіншіден, pH балансты, 5-5,5 шамасында. Бұл әйел денесіне қолайлы. Төртіншіден, табиғи компоненттер. Ромашка, календула, алоэ, жұмсақ. Қандай өнімдерден бас тарту керек? Біріншіден, қарапайым сабын. Дене сабыны, май сабыны жыныс мүшелеріне зиян. Олардың pH жоғары, микрофлораны бұзады, құрғақтық пайда болады. Екіншіден, антибактериалды өнімдер. Парадокс, олар жаман бактерияларды жояды, бірақ жақсы бактерияларды да жояды. Үшіншіден, парфюмерлі өнімдер. Ауа жаңартушылар, кейбір гельдер. Парфюмерия аллергия тудыруы мүмкін. Төртіншіден, дезодорант, парфюмерлі майлықтар, жыныс мүшелеріне зиян. Істерден сақтанудың дұрыс жолы жуыну, дұрыс іш киім. Бесіншіден, көпіршіктер мен ваннаға арналған өнімдер. Көбіне химия, микрофлораны бұзады. Алтыншыдан, ішке шприц немесе душ қою. Бұл ішкі жуу, өте зиян. Микрофлораны түгел жуып шығарады, бактериялар жатырға жетеді. Көп әпке апа, біздің анамыз ішке сода ертіндісімен жуатын дейді. Бұл ескі әдет. Қазіргі ғылым зиян екенін дәлелдеді. Мүлдем ұмытыңыздар. Үшінші ереже, дұрыс іш киім. Бұл көп әйел елемейтін мәселе, бірақ өте маңызды. Қандай іш киім таңдау керек? Біріншіден, мата, мақта. 100% мақта. Жасырын мата, синтетика жоқ. Неге мақта? Себебі мақта ауа өткізеді, тер сіңіреді. Жыныс мүшелері аумағы құрғақ болады. Бактерия үшін жағдай жоқ. Синтетика ауа өткізбейді, жылыланады, ылғал болады. Бактерияға жағдай, әсіресе саңырауқұлақтарға. Екіншіден, мөлшері дұрыс. Тым тар жоқ. Қан айналымы бұзылады, тітіркену. Тым кең да жоқ. Үшіншіден, жұмсақ жиектер. Терінің қызаруын болдырмау. Төртіншіден, ақ түсті немесе ашық түсті. Қою бояулар термен байланысып аллергия тудыруы мүмкін. Бесіншіден, күн сайын ауыстыру. Бұл міндетті. Кейде күніне 2 рет, жұмыста бойы тершу болса. Алтыншыдан, жоғары температурада жуу. Кем дегенде 60 градуста. Бактериялар өледі. Жетіншіден, күнге кептіру. Күн ультрафиолеті табиғи дезинфектант. Қандай іш киімнен бас тарту керек? Біріншіден, синтетика. Толық синтетика жоқ. Екіншіден, томтар. Қан айналымын бұзады. Үшіншіден, стринге, қылжіптер. Олар арт жақтан алдыңғы жаққа бактерияларды жеткізеді. Әсіресе жасы үлкен әпке апаларға мүлдем жоқ. Төртіншіден, түрлі түсті, парфюмерлі, тітіркену болуы мүмкін. Бесіншіден, ескі, тозғаны. Жаңа сатып алу қиын емес. Жасы үлкен әпке апаларға мата мақта, мөлшері ыңғайлы, жұмсақ, ең дұрыс таңдау. Төртінші ереже, етеккір кезіндегі гигиена. Бұл ерекше уақыт. Микрофлораға аса мұқият қарау керек. Қандай ережелерді сақтау керек? Біріншіден, жүкендерді жиі ауыстыру. Әр 4-8 сағатта. Тым көп қан болса, жиілеп. Кешегі жүкенді тастамау жоқ. Кешегі жүкенде бактериялар көбейіп қалған. Екіншіден, тампондарды дұрыс қолдану. Әр 6-8 сағатта. Түнге қалдыру жоқ. Тампонды ұзақ қалдыру улы шок синдромын тудыруы мүмкін. Қауіпті жағдай. Үшіншіден, түнде тампон емес, жүкен. Ұйқыда тампонды ауыстыра алмайсыз. Төртіншіден, күн сайын жуыну 2 рет. Таңертең және кешке, қажет болса жиі. Бесіншіден, ваннадан бас тарту. Тек душ. Етеккір кезінде ваннаға отыру инфекция қаупі. Алтыншыдан, бассейнге, ашық суға барудан абайлау. Тампон қолданғанда болады, бірақ та шектеу. Жетіншіден, гигиеналық таяқшаны, прокладка, дұрыс таңдау. Парфюмерсіз, мақта негізінде, аллергия болмаса.
Сегізіншіден, қандай белгілерге назар аудару керек? Жүкенде өте көп қан белгі, тұқыл белгі, қатты ауру белгі. Барлық осы гинекологқа. Жасы үлкен әкке апаларға етеккір болмаса да. Кейбір жүкендерді несеп ұстамауға арналған пайдалану керек болса, олар да жиі ауыстыру, мақтадан жасалған. 5-ші ереже. Қатынас кезіндегі гигиена. Жыныстық қатынас жұбайыңызбен жақын қарым-қатынас. Бұл табиғи, қажетті, бақытты қатынас үшін қандай ережелерді сақтау керек? Біріншіден, қатынас алдында екеуіңіздер жуыну. Тек әйел емес, ер адамда. Жұбайыңызға айтыңыз, ұят емес, денсаулық туралы. Екіншіден, қол гигиенасы. Қолды жуу бактерияларды болдырмау. Үшіншіден, тырнақ тазалығы. Қысқа таза тырнақтар. Төртіншіден, қатынастан кейін дереу дәретке тұру. 15 минут ішінде. Уретрадағы бактерияларды жуып шығару. Цистит қаупін азайтады. Бесіншіден, қатынастан кейін жуыну. Қатынаста ауыстыру. Алтыншыдан, түрлі қатынастар арасында жуыну. Әсіресе арт жақтан кейін. Жетіншіден, жасырын жағдайларда қорғаныш. Дені сау жұбайыңыз болса қажет емес. Бірақ жалпы қорғаныш өзімізді сақтау. Сегізіншіден, қатынас кезіндегі ауру белгі, гинекологқа. Менопаузадан кейінгі әкке апаларға. Қатынас кезіндегі құрғақтық қалыпты белгі, эстроген азайды. Шешімі бар, гинекологтан кеңес. Арнайы майлайтын құралдар, эстроген кремдері. 6-шы ереже. Арнайы кезеңдер гигиенасы. Бұл жүктілік, босанғаннан кейін менопауза кезеңдерінде. Жүктілік кезінде. Біріншіден, гигиенаға аса мұқият, күн сайын жуыну. Екіншіден, инфекцияларды болдырмау. Бактерия жатырға жетсе, балаға зиян. Үшіншіден, душ, ваннадан жақсы. Төртіншіден, кейбір ерекшеліктер. Кнаптан ақ сұйықтық көбіне қалыпты, бірақ түсі немесе иісі өзгерсе, дереу гинекологқа. Бесіншіден, мақта іш киім міндетті. Босанғаннан кейін. Біріншіден, ерекше мұқият, жатыр жараланған, инфекция қаупі үлкен. Екіншіден, әр дәреттен кейін жуыну, жылы сумен. Үшіншіден, арнайы жүкендер, жоғары сіңіруі бар. Төртіншіден, дереу медициналық көмек. Қанау тым көп болса, температура көтерілсе, иіс пайда болса. Бесіншіден, қатынастан абстиненция гинекологтың рұқсатына дейін. 40 күн дерлік. Менопауза кезінде. Біріншіден, жыныс мүшелерінде құрғақтық табиғи, эстроген кремдері гинекологтан. Екіншіден, инфекциялар жиі, мұқият гигиена. Үшіншіден, цистит қаупі көбейеді, алдыңғы видеода айттық. Төртіншіден, ерекше жайлы іш киім, жұмсақ, мөлшері тура. Бесіншіден, қатынас кезіндегі ыңғайсыздық, арнайы құралдар, гинекологпен сөйлесу. Жетінші ереже. Қандай белгілерге назар аудару керек? Дұрыс гигиена сақтасаңыз да, кейде мәселелер болуы мүмкін. Қандай белгілер дәрігерге баруға себеп? Біріншіден, түсі өзгерген сұйықтық. Қалыпты сұйықтық ақшыл, мөлдір, сары, жасыл, сұры, инфекция белгісі. Екіншіден, өткір иіс. Балық иісі бактериалды вагиноз. Тым тәтті инфекция. Үшіншіден, тым көп сұйықтық, кенеттен өзгерген. Төртіншіден, сүзбе тәрізді сұйықтық, кандидоз, молочница. Бесіншіден, қышу, күю, инфекция. Алтыншыдан, тітіркену, қызару. Жетіншіден, қатынас кезіндегі ауру. Сегізіншіден, дәрет кезіндегі ауру. Тоғызыншыдан, иіс. Гигиена жасасаңыз да жоғалмайтын. Барлық осы белгілер гинекологқа дереу баруға себеп. Жасырын азап шегу жоқ, емделетін мәселе. 8-ші ереже. Жалпы гигиена ережелері. Бұл жалпы кеңестер. Барлық жыныстық гигиенаға қатысты. Біріншіден, қол гигиенасы. Дәретке барғаннан кейін тамақтан бұрын қол жуу, бактерияларды болдырмау. Екіншіден, киім гигиенасы. Тек жыныстық киім емес, барлық киім, күнделікті ауыстыру. Үшіншіден, төсек гигиенасы. Жайманы аптасына кем дегенде бір рет ауыстыру, жоғары температурада жуу. Төртіншіден, сүлгі гигиенасы. Жеке сүлгі. Жатын сүлгі мен жыныстық гигиенаға арналған сүлгі жеке болу керек. Күнделікті ауыстыру, жоғары температурада жуу. Бесіншіден, дезодоранттар, парфюмерия. Тек терісі тыс,
жыныс мүшелерінен алыс. 6-дан, балға, бассейнге, басқаларға ыдыстарды бірге қолданбау. Жөкендер, сүлгілер, гигиена өнімдері. 7-ден, тұрмыста арнайы орынды, биде, душ тазалап ұстау. 8-ден, ас қорыту жүйесі гигиенасы. Іш қату жыныс мүшелеріне зиян. Қалыпты ас қорыту. 9-дан, су ішу. Күніне 6-8 стакан. Несеп жолын тазалайды. 10-дан, дұрыс тамақтану. Микрофлораға пайдалы. Ферменттелген тағамдар, айран, кефир, тұздалған орамжапырақ. Енді мен сіздерге кейбір нақты жағдайларды айтайын. Қандай гигиена жасау керектігі туралы. Жұмыста ұзақ отырсаңыз, қандай ережелер? 1 сағатта 1 рет тұру, қозғалыс, жыныс мүшелеріне ауа алу, тар киімнен бас тарту, жұмыс киімі жайлы болсын. Көп су ішу, әр 2 сағатта дәретке тұру, кешке міндетті жуыну. Спортпен айналыссаңыз, спортта арналған киім арнайы, тер сіңіретін, спорттан кейін дереу ауыстыру. Ылғал спорт киімінде ұзақ жүрмеу, спорттан кейін душ. Толық. Жүзу арнайы шапан, тампон мен бассейн рұқсат. Саунаға, банеге өзіңіздің сүлгіңіз болсын. Жасы үлкен әпкелерге арнайы кеңестер. Менопаузадан кейін жыныс мүшелерінде құрғақтық. Гинекологтан эстроген кремдерін сұрау. Несеп ұстамау болса, арнайы жөкендер. Жиі ауыстыру. Жатыр түсуі бар болса, гигиена ережесі жоғары. Күніне 2 рет жуыну. Арнайы шкаралар. Цистит қаупі бар, гигиена және көп су. Гигиена өнімдері жұмсақ. Тітіркену азайту. Жас қыздарға арнайы кеңестер. Жасынан жыныстық гигиенаны үйрену керек. Анасы үйретеді. Қыз 10 жасқа жеткен соң қарапайым тілмен сөйлесу. Дұрыс жуыну алдынан артқа. 1 рет көрсету, қыз бір өмір білетін болады. Жасынан мақташ киім. Етек басталса, жөкендерді қалай қолдану. Жиі ауыстыру. Гигиена үшін кітап ұстауға болады. Жасырын кітаптар бар. Анасы қызына сыйлық. Гинекологқа бірінші бару, жасы 14-15. Анасымен бірге. Қызды үйрету, қалай гинекологқа барады. Енді мен сіздерге кейбір өмірлік мысалдар айтайын. Бір апа келді, 45 жасында. Шағымы, үнемі қышу, тітіркену, 1 жыл бойы. Дәрілер ішкен, көмектеспеген. Сұрадым, гигиена қалай? Айтты. Күніне 3-4 рет жуынады, сабынмен, кейде ішкеде жуынады. Парфюмерлі гель пайдаланады. Айттым, барлық осы тоқтату керек. Жұмсақ интимдік гель, күніне 1-2 рет. Ішке мүлдем жоқ. 1 ай өткен соң әпке басқа. Қышу жоқ, тітіркену кетті. Мен бұрын білмеген едім, осы оңай дейді. Бұл өте жиі мысал. Көп әйел артық жуынады, микрофлораны бұзады. Содан соң мәселелер пайда болады. Тағы бір мысал. Жас әйел 35 жасында, үнемі цистит, жыл бойы. Антибиотиктер ішеді, жалғаса береді. Сұрадым, қатынастан кейін не істейді? Айтты, ештеңе, дереу ұйықтайды. Айттым, қатынастан кейін дереу дәретке тұру керек, жылы сумен жуыну. 3 ай өткен соң цистит қайтып келмеді. Қарапайым ереже өмірін өзгертті. 3-ші мысал. Әпке 60 жасында, менопаузадан кейін. Жыныс мүшелерінде құрғақтық. Қатынас қиын. Жұбайымен арасы суыта бастаған. Айттым, эстроген кремдер, арнайы майлайтын құралдар. Гинекологқа барып, дұрыс өнімдерді алу. 1 ай өткен соң жағдай жақсарған. Қатынас тайта жанданды. Әпке, мен ескі әдеттерге қайттым, бұрынғыдай сезінемін деді. Кейбір жиі қойылатын сұрақтарға жауап берейін. Қаншама уақытта жуыну керек? Күніне 1 рет жеткілікті, етек кір кезінде 2 рет, қатынас алдында және кейін қосымша. Сабын қандай? Арнайы интимдік гель. Қарапайым сабын жоқ. Ішке жуу керек пе? Жоқ, ешқашан. Ішке жуу зиян. Іс шығады, не істеу керек? Гинекологқа. Қалыпты иіс жоқ, іс белгі. Жыл бойы жөкен қолданамын. Зияны бар ма? Тұрақты жоқ, тек қажет кезде. Іс және ылғал тудырады. Микрофлораға зиян. Тампондар қауіпті ме? Дұрыс қолданса жоқ. Әр 6 сағатта ауыстыру, түнге қалдырмау. Кейбір өнімдер парфюмерлі, бірақ гипоаллергендік жазылған. Олар жақсы ма? Парфюмерия кез келген түрде ыңғайсыз, парфюмерсіз ең дұрыс. Менопаузадан кейін қалай күтуге болады? Жұмсақ, эстроген кремдер, арнайы құралдар, гинекологпен. Қыздармен қалай сөйлесу керек?
Жасы 10 жасынан бастап, қарапайым тілмен. Сен жасы үлкейіп жатсың, денеңде өзгерістер болады. Оны қалай күту керек? Мен саған айтамын деп. Бұл видеоны қорытындылайын. Біз жыныстық гигиенаның негізгі ережелерін талқыладық. Біріншіден, күн сайын жуыну, дұрыс тәртіппен. Екіншіден, дұрыс өнімдерді таңдау, жұмсақ, парфюмерсіз. Үшіншіден, мақта іш киім, күн сайын ауыстыру. Төртіншіден, етеккір кезіндегі ерекше мұқиятты. Бесіншіден, қатынас кезіндегі гигиена. Алтыншыдан, арнайы кезеңдер, жүктілік, босанғаннан кейін менопауза. Жетіншіден, белгілерге назар аудару. Сегізіншіден, жалпы гигиена ережелері. Маңыздысы табиғи, жұмсақ, артық емес. Тым көп жуу зиян, тым аз зиян, орташа ең жақсы. Қандай қателер жасамау керек? Бірінші, артынан алдына сүрту. Әрқашан алдынан артқа. Екінші, ішке жуу, ешқашан жоқ. Үшінші, қарапайым сабын, тек арнайы өнім. Төртінші, синтетикалық іш киім, тек мақта. Бесінші, тым жиі жуу, күніне 1-2 рет. Алтыншы, белгілерді елемеу, дереу дәрігерге. Жетінші, анасы қызына айтпау, білім беру керек. Сегізінші, менопаузадан кейін гигиенаны азайту, керісінше арнайы мұқият. Маңыздысы жыныстық гигиена туралы ашық сөйлесу. Қыздарыңызбен, әпкеңізбен, анаңызбен. Бұл ұят емес, бұл денсаулық. Әр әйелдің білуге құқығы бар. Қазақ халқының ескі дәстүрлерінде көп нәрсе бар. Кейбірі пайдалы, кейбірі ескірген. Қазіргі ғылым көп нәрсені анықтады. Жаңа білімді өмірге кіргізу керек. Анаңыз білмеген болуы мүмкін. Сіз қыздарыңызға айтыңыз. Әпке сіңліңізге айтыңыз. Білім – байлық, денсаулық ең қымбат. Видеоны соңына дейін қарағаныңыз үшін зор рахмет. Сіз бүгін көп білім алдыңыз жыныстық гигиена туралы. Қалай дұрыс күту керектігі туралы, қандай қателер жасамау керектігі туралы. Маңыздысы әрекет ету. Бүгіннен бастап жаңа ережелерді сақтау. Жұмсақ, табиғи, дұрыс өнімдер. Қыздарыңызға міндетті түрде айтыңыздар. Олардың денсаулығы сіздерден басталады. Олар жасынан дұрыс гигиенаны үйренуі керек. Бұл олардың болашағын сақтайды. Жасы үлкен ата-аналарымызбен де сөйлесіңіздер. Ескі әдеттерден шығу қиын, бірақ денсаулық үшін керек. Жұмсақ, сабырлы, жайлап-жайлап жаңа өнімдерді көрсету. Жұбайыңызбен ашық сөйлесіңіздер. Ол да жыныстық гигиенаны сақтауы керек. Бұл екеуіңіздің денсаулығы. Бұл видео сізге пайдалы болса, лайк басып қойыңыздар. Каналыма жазылыңыздар. Мен сіздерге арналған тағы көп пайдалы видеолар дайындап жатырмын. Пікір қалдырыңыздар, өз тәжірибелеріңізбен бөлісіңіздер. Сіздің сөзіңіз басқа әпке-апаларға көмек болуы мүмкін. Әпке-апаларыңызға, аналарыңызға, қыздарыңызға осы видеоны жіберіңіздер. Бұл әр әйелге қажет ақпарат. Сіздің жіберген видеоңыз көп әйелдің денсаулығын сақтай алады. Олардың өмірін жақсартады. Аман болыңыздар, денсаулық толы болсын, отбасыңыз тыныш болсын, өмірлеріңіз сапалы болсын. Алла тағала барлығымызға, әсіресе апа-әпкелерімізге және қыздарымызға жақсы денсаулық, бақыт, ұзақ өмір бере көрсін. Әр әйел сау болсын, әр отбасы сау болсын. Келесі кездескенше қош болыңыздар. Мен Гүлназ дәрігер. Қайта кездескенше.